Екінші есеп. Баған түрінде шығару керекпіз. Яғни, осы ретпен шығарамыз. Бірінші бөлу амалы, көбейту, қосу, азайту немесе керісінше. Алдымен бөлу амалы. 254-ті 2-ге бөлеміз. 200-діктен үтір қоямыз. 2-ні нешеге көбейткенде 2 шығады. 1. Яғни 2-ні 1-ге көбейтсек, 2 міне осылай жіктеп жазуға да болады. Шатасып кетпес үшін. 2 міне. Одан кейін келесі ондық, 5 ондық. Одан кейін 2-ні нешеге көбейткенде 5-ке жақын сан шығады. 2, 2, 4. 5-тен 4-ті аламыз. 2, 2, 4. Міне жіктеп отырып жазамыз. Одан кейін міне бір шықты, енді соңғы бірлігін қасына тіркейміз. 14 болады. 14-ті 2-ге бөлгенде 7. 7, 2, 14 қайтадан. Яғни 0 шығады. 2, 7, 14. Енді келесі көбейту амалы. 285-ті 3-ке көбейтеміз. Алдымен бірлігін көбейтеміз, одан кейін ондығын, сосын 100-дігін көбейтеміз. Әрқайсысын бөлек-бөлек жіктеп. 5-ті 3-ке көбейтсек, 15, бірлігін жазамыз. 15-тің 1 ондығы ойда. Енді 8-ді 3-ке көбейтеміз. 8, 3, 24, ойдағымен 25. 2 ойда. 2, 3, 6, ойдағымен 7, 8, 855. Енді 408-ге 127. Екеуін қосамыз. 8-ге 7 қосамыз. 15, 5 бірлігін жазамыз, 1 ойда. 2, ойдағымен 3, 4-ті 1-ге қосамыз, 5. 535. Шыққан мәндерін азайтамыз. 855-тен 535-ті баған түрінде азайтсақ, 5-тен 5 азайтамыз, 0. 5-тен 3, 2. 8-ден 5 азайтамыз, 3. 320. Теңдеуді шеш. Алдымен белгісіз x-ті 2 рет жазып аламыз. Күрделі теңдеуді оңайластырамыз. Қарапайым теңдеуге айналдырамыз. 69-ды 8-ге көбейткенде 552. Осы жерде үлкен санды бірінші жазамыз, одан кейін кіші сан 398 екінші жазамыз. Енді мұнда қосу болса, керісінше азайту. 552-ден 398 азайтқанда x тең 154. Яғни белгісіз мән 154 болып тұр. X-тің орнына жазамыз 154-ті тең 69 көбейту 8. Олай болса 552 мен 552 тең. 245-ті 5-ке бөліп аламыз. 49. Енді бізге оңай болды. Күрделі теңдеуіміз. Үлкен санды бірінші жазамыз. 49. Кіші сан 7-ін жазамыз. Енді мұнда көбейту болса, керісінше бөлеміз. Бөлінді мәні 7-ге тең. Яғни x-тің мәні 7-ге тең болып тұр екен. 245 бөлу 5. Сол күйінде жазамыз. Мінекей, сонда мұнда да 49 шығады. 7-ге көбейткенде де 49 шығады. Олай болса, 49 бен 49 екеуі тең. Төртінші есеп. Асы, шарты, студент 25, топ 4-еу, оқушы 25, онда әрқайсында топ 3-еу, барлығын табу керек. Барлығын табу үшін қосамыз. Ал әрқайсысы десе көбейтеміз. Яғни 25-ті 4-ке көбейтеміз, 4 топқа, 25-ті 3 топқа көбейтіп барлығын табамыз. 25-ті 4-ке көбейтсек 100, 25-ті 3-ке көбейтсек 75, 100, қосу 75, барлығын табамыз. 175.
Олай болса, жауабы 175 адам барлығы. Төртінші есептің әсі шарты түсірілді 500 фотосурет, орналастырылды 36 суреттен. Фото альбом 3, қалды қанша фотосурет? Қанша фотосурет қалғанын табуымыз керек. 36 суреттен 3 фото альбом десе, біз көбейтеміз. Қалды десе, азайтамыз. Алдымен көбейтіп аламыз, шыққан мәнінен. 500-ді шыққан мәнінен азайтамыз. 36-ны 3-ке көбейтсек, 108, 500-ден 108-ді азайтамыз. 392. Жауабы 392 фотосурет қалды. Жетінші есептің асы шарты 2 қорапқа 46 ойыншық салынды. Дәл осындай 3 қорапқа қанша ойыншық салынады? Салуға болады. Яғни 46 ойыншықты 2 қорапқа бөліп салған. Дәл осындай дейді. Яғни 46-ны 2-ке бөліп аламыз. Дәл осындай дегені демек 46-ны 2-ке бөлсек 23. Енді дәл осындай 3 қорапқа қанша ойыншық? Демек көбейтеміз. Осылайша 3 қорапқа қанша ойыншық салуға болатындығын табамыз. Жетінші есептің әсінде шарты 2 жіпке 245 моншақ өткізілді. Әлі 166 моншақ бар. Барлығы қанша моншақ болған? Яғни барлығын тауып алуымыз керек. Моншақ 245 өткізілді 2 жіпке. 245-ді 2-ге көбейтеміз. Барлығын табу үшін 166-ны қосамыз. Осылайша барлығы қанша моншақ болғандығын табамыз. Жетінші есептің бысы шарты орамда 32 метр мата бар. Оның 8-ден 1 бөлігі қиып алынды. Яғни оның тағы да 32 екенін білдіртеді. Демек 32-ні 2 рет жазамыз. Қалды қанша метр мата? Орамда қанша метр мата қалғандығын табамыз. Сонда 32-ні 8-ден 1 бөлігі қиып алынды десе, 32-ні 8-ге бөлеміз. Немесе содан шыққан сан тағы қайтадан 1-ге көбейтуге де болады. Дәл сол сан шығады, шыққан мәні. Одан кейін қалды. Қалды десе азайтамыз. Бірінші бөліп аламыз, сосын азайтамыз. Шыққан санды одан азайту керек. 32-ден шыққан мәнін азайтамыз. Сөйтіп орамда қанша метр мата қалғандығын табамыз.